Сәлем достар, бүгін біз глазурный сирок дайындаймыз. Ол үшін бізге майлы сүзбе және де қант ұнтағы сары май, шоколад қажет. Сүзбемізді ыдысымызға салып, үстінен қант ұнтағын және де үй температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, блендердің көмегімен однородный масса болғанға дейін езіп аламыз. Ешқандай түйін қалмау қажет. Сүзбеден біркелкі масса болған кезде арнайы мешокқа салып, өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылай жинақтаймыз. Шоколадымызды буда не болмаса микроволновкада ерітеміз. Арнайы силикон формалар болса болады, не болмаса өздеріңізге қалаған силикон формада жасасаңыздар болады. Менде осындай эскимоның формасы және де кекстің формасын жасаймыз. Ерген шоколадымызды бір қабат жағып, 5-10 минутқа тоңазытқышқа саламыз және де қатқаннан кейін қайта шығарып, еріген шоколадымызды тағы да қайтара жағамыз. Сол кезде сыртқы шоколадымыз қалыңдау болады. Дайын массамызды жартысына дейін толтырамыз. Және де өз қалауларыңызбен әртүрлі ортасына начинка жасаңыздар болады. Менде черничный джем, не болмаса вареный сушонка қолдансаңыздар да болады. Ортасын қасықтың ұшымен үңгірлеп аламыз және сол жерге өздеріңіздің начинкаларыңызды саласыздар. Қалған сүзбемен бетін толықтырып тегістеп аламыз. Тегістеп болғаннан кейін еріген шоколадты бетін жауып бітейміз. Міне осылай қалған шоколадпен бетін жауып шығамыз. Жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Біздің формамыздан оңай шығу үшін. Қатқан біздің сүзбемізді формамыздан босатамыз. Және де өз қалауларыңызбен балапандарыңыздың қалауынша әрлеп, сәндеп ұсынсаңыздар болады. Міне осында үй жағдайында сүзбелі глазурный сирогымыз дайын. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Жадия кондитерлік орталығы.